Бақыт балалы үйге қонат. Көп балалы отбасы береке бірліктің үйлескен жері. Бүгінде Бөрлі ауданында алтын алқа және күміс алқа иеленген жас аналар көбейіп келеді. Бала туу көрсеткіші мен адам саны бойынша өзге аудандардан оқ бойы озық. Бөрлі ауданында көп балалы аналар баршылық. Олар да елбасы тапсырмасына сай тағайындалған жәрдемақы ала алады. Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне енгізілетін жаңа өзгерістерді өңірдегі мамандар тұрғындарға жан-жақты түсіндіруде. Бөрлі ауданында бұл бағытта кешенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Толығырақ келесі сюжетте. Ауданда көп балалы 406 отбасы бар. Оның 146-сы алтын алқа таққан батыр аналар болса, 195-і күміс алқа иегерлері. Гүлжан Төлепбергенова солардың қатарында. Ол небәрі 37 жасында 7 баланың анасы атанып, отбасының ұйытқысы болды. Бүгінде ұлдың үлкені шаңырақ көтеріп те үлгерді. Өз кезегінде жанұя мемлекеттік көмектен бас тартпай, қорасын малға толтырды. Ал жәрдемақыға тігін машинасын алып, қазақы ою-өрнекпен кестеленген көрпе мен перделерді тігіп, отбасының кірісін арттырып отыр. Елбасымыз Нұр Отан партиясының съезінде айтылған сөздеріне тыңдап, біз аналар қауымы қуанып қалдық. Көп балалы отбасының әрбір балаға 21 мың теңгеден бөлінетіндігін, осындай аналарға үйден жұмыс істеуге мүмкіндік беретіндігін және мүгедек балдары бар асырап отырған ата-аналарды жалақысын 30%-ға өсіретінін баса айтылды. Біз баламызды біреу үшін дүниеге әкеліп, мемлекетке бағып беріңдер деп жүктемейміз. Дегенмен қазақ елінің перзентін дүниеге әкелген соң, олардың осы елді толыққанды азамат етіп тәрбиелеу үшін қолдау күтетініміз рас. Еліміздегі азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау үшін 1 шілдеден бастап кедейлік шегін 50%-дан 70%-ға арттып, атаулы әлеуметтік көмек көрсету өлшемі де өзгереді. Бұл Гүлжанның отбасына ұқсас мыңдаған шаңыраққа зор қолдау болмақ. Бұл бағытта енгізілетін өзге де өзгерістерді аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Ольга Басимова баспасөз мәслихатында кеңірек түсіндірді. Планируется охватить, в частности, в нашем районе. Біздің аудандағы 80 отбасыға 500 мың теңге көлемінде қайтарымсыз грант беру көзделіп отыр. Мұндай тәжірибе бізде бұрыннан бар. Өткен жылдың тамыз айында көп балалы 3 отбасыға осындай көмек берілді. Бұл 400 мың теңге қаражат кәсіп ашуға беріліп отыр. 1 шілдеден бастап аудандағы атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 500 отбасыға дейін артады. Бұл шамамен 2000-ға жуық адам. Қазіргі уақытта көмектің осы түрін төлеу және ақпараттық жүйеге қол жеткізу тетігі әзірленуде. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинников, Филимон Қазыбаев, Ақжайық арнасы.